Иракты ұзақ жыл басқарған Саддам Хусейн кім, билікке қалай келді, Иран мен Кувейтке неге соғыс ашты, халқының жағдайын жақсартып алып, кейін Иракты қалайша құрдымға жіберді. Америка Саддамды биліктен қалай құлатып, көзін құртты. Саддамды жер астынан қалай тауып алды. Бұл видеомда Иракты ұзақ жыл басқарып, диктатор атанған Саддамның өмірі мен өліміне үңілем. Саддам билікке формальды түрде 1968 жылы келді. Оның ағасының досы Ахмад Хасан Әл-Бакр Ирак президенті болып сайланады. Яғни Әл-Бакр басқаратын сунниттердің бас партиясы Ирактағы билікті қолына алады. Әл-Бакр 31 жастағы Саддамды өзінің орынбасары етіп тағайындайды. Саддам жас кезінде осы бас партиясының белді мүшесі болып, билік үшін түрлі қақтығыстардың бел ортасында жүріп көзге түседі. Ал президенттің орынбасары қызметінде жүріп ақ, ол болашақ президенттікке баспалдақты өз қолымен жасай бастайды. Билікке келуіне кедергі болады деген адамдардың барлығының көзін жояды. Партияның ішіндегі белді адамдардың арасына от салып, бір-біріне қарсы қояды. Кейбір қарсыластары үсті-үсті жоғалып кетеді. Партияға қарсы шыққандарды, билікке қауіп төндіреді деген адамдарды лагерлерге қамап, адам төзгісіз жағдайда азаптаған жайлы деректер пайда болады. Саддам вице-президент болса да, Совет одағының басшыларымен кездесіп, келіссөздерге қатыса бастайды. Әл-Бакр қағаз жүзінде президент болғанымен, елді де-факто Саддам басқарады. 1972 жылы Саддам Хусейн Ирактың мұнай саласын ұлттық компанияларға айналдырады. Мұнайдан түскен ақшаны халықтың жағдайын жақсартамыз дейді. Оған дейін Ирактың мұнайын ақш пен батыс елдерінің компаниялары өндіріп келген еді. Осылайша мұнайдан түскен ақшаға Саддам жол, мектеп, инфрақұрылымдар, үйлер сала бастайды. Халық оның бұл әрекетіне риза болып, елдің жағдайы жақсара бастайды. Әлеуметтік жағдай жақсарып жатқан тұста елде жеке басқа табыну да күшейеді. Иракта президент Әл-Бакрдың, Саддамның портреттері, ескерткіштері көбейе бастайды. 1979 жылы Әл-Бакр денсаулығына байланысты деп президенттіктен кетеді де, билікті Саддамның қолына толық өткізіп береді. Саддам бас партиясының бас хатшысы да болады. Партия басына келе сала, Саддам партия съезінде сатқын деп санаған адамдардың аты жөнін атап залдан қуып шығады. Хасан Махмуд Тахир, Хамид Абдул-Латиф. Залдан кеткендердің тағдыры белгісіз болып қалады. Ал Ирактағы билікті толық қолына алған Саддам енді таяу шығыстағы жағдайды басқарғысы келеді. Сөйтіп, соғыс тактикасына көшеді. Оның көзі алдымен көршісі Иранға түседі. 1979 жылы Иранда ислам революциясы болып, билікке шииттер, яғни Рухолла Хомейни келеді. Ал басында айтқанымдай, Саддам басқаратын бас партиясы сунниттер. Иран ақырындап Ирактағы шииттерді қолдай бастайды. Бұған қоса Саддам Ирандағы мұнайға да қызығады. Сөйтіп, 1980 жылы 22 қыркүйекте Ирак Иранға басып кіреді. Екі елде бұл шайқасты қасиетті соғыс деп атап, адамдарды әскерге тарта бастайды. Әсіресе Иранда көп адам жерімізді қорғаймыз деп соғысқа аттанады. Олардың арасында балалар да бар еді. Соғыс 8 жылға созылады. Басында Ирак Иранның батысындағы жерлерді басып алады. Кейін Иран қарымта шабуылға шығып, жерін кері қайтарып, Ирактың аумағына кіреді. Екі тарап көп адамнан, техникасынан айырылады. Бір-бірінің қалаларын аямай бомбалайды. Ирак Иранның мұнай базаларын, танкерлерін атқылайды. Саддам да, Иран режимі де келіссөз үстеліне отырғысы келмейді. Қақтығыс ұзаққа созылып кетіп, Иракқа ақша керек болады. Саддам мұнай сатып, көп ақша тапқысы келеді. Ол Ирактағы Киркук қаласындағы мұнайға көзі түседі. Бұл қалада Саддамның қарсыласы саналатын күрдтер тұратын еді. Олар Саддам билігіне қарсы жиі наразылыққа шығып тұратын. Сөйтіп, Саддам бұл аймақты күрдтерден тазартып, арабтарды көшіріп апаруды ойластыра бастайды. 1987 жылы Саддам күрдтер тұратын Ирактың солтүстік аумағына химиялық бомбалар тастайды. Шабуылдан 50 мыңнан 190 мыңға дейін адам қаза табады. 700 мың адамды концлагерлерге қамайды. Ирактың солтүстігіндегі күрдтердің 5 мың ауылының 4 мыңын жойып жібереді. 1989 жылға дейін жалғасқан бұл оқиға тарихта Анфаль деген атпен қалады.
Операцияны Саддамның туысқан ағасы, сол кездегі қорғаныс министрі Әли Хасан Әл-Мажид басқарады. Ауылдарға химиялық қарумен шабуылдағанда көп адам тіл тартпай кеткен. 1988 жылы Ирак Иран әскерін елден қуып шығады. Екі ел де ұзақ соғыстан шаршайды. Сөйтіп Саддам бейбіт келісімге келуді ұсынады. Хомейни бұл ұсынысты қабылдайды. 1989 жылы Иран-Ирак соғысы екі елдің бұрынғы шекарасы тұсында аяқталады. Иран да, Ирак та соғыстан шығыннан басқа ештеңе таппайды. Экономика қатты құлдырайды. Ал Саддам да, Иран режимі де өз елдерінде өздерін жеңімпаз деп жариялайды. Саддам Бағдадта үлкен әскери шеру өткізеді. Бұл соғыстан соң Саддам режимін одан әрі күшейте түседі. Барлық жерде Саддамның ескерткіші, портреттері. Ол туралы жаман сөз айтқан адамның көбі түрмеге қамалды. 1989 жылы Ирак әскер саны бойынша әлемде 4-ші орында болған еді. Осыншама әскерді ұстап тұруға қаржысы да жетпейді. Себебі Иран-Ирак соғысынан кейін әлемде мұнай бағасы қатты түсіп кеткен еді. Ал Ирак мұнайға арқа сүйеп отырған. Елдің де жағдайы нашарлай бастайды. Көршісі Кувейттен қарызға ақша да алады. Сөйте тұра Саддам Кувейтке шүйлігеді. Ол кувейттіктер мұнайымызды ұрлап жатыр дейді. Бұған қоса Кувейтті Иранның шабуылынан қорғап қалдық, сол үшін бізге берген қарыздарын кешіру керек дейді. Бірақ Кувейт бұл шартпен келіспейді. Сөйтіп Саддам Кувейтке соғыс ашады. Иранмен соғыстан еш жимай жатып, Ирак әскері 1990 жылы 2 тамызда Кувейтке басып кіреді. Бір күннің ішінде Кувейт астанасын бағындырады. Бірнеше күнде елді аннексиялап алады. Біріккен ұлттар ұйымы Саддам Кувейттен әскерін алып кету керек деген талап қояды. Бірақ Саддам бұл талаптарды орындамайды. Осылайша батыс елдері Иракқа санкция сала бастайды. Бірақ бұл да Саддамға әсер етпейді. 1990 жылы қарашада Біріккен ұлттар ұйымы Кувейтті Ирактан азат ету бойынша қаулыны қолдап дауыс береді де, ақш бастаған коалиция шөлдегі боран деген операция бастайды. Коалицияның әскерінің саны 800 мыңнан асады, ал Ирактың әскері ол кезде 500 мыңда еді. Осылайша шөлдегі боран операциясы кезінде Ирактың әскери базаларын, ракета ұшыратын алаңдарын, зауыттарын, қалаларын әуеден шабуылдайды. Себебі Иракта ракетаға қарсы құрылғылар өте көп еді. ақш бастаған коалиция сол құрылғыларды алдымен жойып, Иракты әлсіретуді ойластырады. Бұл жоспар жүзеге асып, Ирактың әуесін бүкіл коалиция бақылауға алады. Ирак кейбір ұшақтарын құтқарамын деп бұрын жауы болған Иранға амалсыздан жібереді. Бірақ соңында Тегеран бұл ұшақтарды Иракқа бермей қояды. Саддам амалы қалмаған соң Сауд Арабиясы мен Израильге шабуылдайды. Бұл екі ел ол уақытта коалицияға кірмеген еді. Хусейн осы арқылы коалиция арасына от салуды және араздастыруды қарастырады. Бірақ оның бұл жоспарынан нәтиже шықпайды. Кейін Ирак аумағына және Кувейтке коалицияның жаяу әскері кіреді. Теңізден де шабуыл жасайды. 1991 жылы ақпанның соңында Кувейт толығымен азат етіледі. ақш әскері Кувейттен шығып бара жатқан жолда Ирак әскерилерінің барлығын атқылайды. Бұл оқиға өлім жолы деген атпен тарихта қалады. Сол жолдан мынандай фотолар әлемге тарап кетеді. Мен саяхатқа көп шығамын. Қазір 50 ел, 200-ден аса қалада болыппын. Ең алысы Аргентина, Бразилия, ақш, Багам аралдарын араладым. Азия, Европада болдым. Саяхатқа шығарда билеттерді Aviasales KZ қосымшасынан аламын. Қосымшада күйіп бар жатқан билеттер 30-40% жеңілдікпен сатылады. Сондықтан арзан ұшақ билеттерін іздеп жүрсеңіз Aviasales KZ қосымшасынан таба аласыз. Жалпы Саддам Кувейтке басып кіремін деп 300 мыңнан аса әскерінен айырылады. Тағы 300 мыңы тұтқынға түседі. Ал коалиция шығыны 400 адам болады. Саддам Кувейттен жай кетпей мұнай базаларына мина қойып кетеді. Кувейттегі мұнай базаларындағы өрт табиғатқа орасан зор зиян келтіреді. Өрт жүздеген шақырымға созылады. Бүкіл өртті 8 айдың ішінде, яғни 1991 жылы қарашада ғана сөндіреді. Ирак әскері Кувейттен шыққан соң, ақш пен батыс елдері санкцияны күшейтіп, мұнайын да бұғаттайды. Ирактағы жағдай қатты қиындап, халықты кедейшілік қысады. Дәрі-дәрмек пен азық-түлік тапшы болады.
Таза ауыз су да азаяды, баламен ана өлімі көбейеді. 24 миллион халқы бар Ирактан 4 миллион адам босып кетеді. ақш санкцияға шыдамаған Саддам биліктен өзі кетеді деп күтіп отырады. Бірақ Саддам билігін күшейте береді. Елдегі сайлауда оған қарсылас болуға ешкімнің дәті бармайды. Сайлауда 100% дауыс жинайды. Дауыс беру қағазында Саддам президент болсын ба деген сауалға иә және жоқ деген екі жауап қана болады. Адамдарды иә деп жауап бермесеңдер, азық-түлік талонынан айырамыз деп қорқытады. 1998 жыл ақш билігі Саддам Хусейнді биліктен кетіру әрекетін қолға алады. Сөйтіп сыртта жүрген Ирак оппозициясын және Ирак ішіндегі басқа да күштерді қаржылай қолдай бастайды. 2001 жылы ақш сайлауында жеңіске жеткен Джордж Буш Иракты демократиялы елге айналдырамыз деген шешімге келеді. Ол алдымен Саддам Хусейннің режимін құлатуды ойластырады. Сөйтіп Вашингтон бұл нарративін халықаралық трибуналарда ашық айта бастайды. Бірақ ақшқа бір себеппен Иракқа басып кіру жеткіліксіз болады. Сөйтіп Саддам Хусейннің қолында биологиялық қару бар деп мәлімдейді. ақштың сол кездегі мемлекеттік хатшысы Колин Пауэлл Біріккен ұлттар ұйымының жиынында қолында мына құралды ұстап алып, Иракта Сібір жарасын тарататын бактерия бар деп жар салады. UN experts agreed that the Iraqis had perfected drying techniques for their biological weapons programs. Now, бірақ Саддамның қолында биологиялық қару жоқ болып шығады. Тағы бір себеп ретінде Ирак 2001 жылы 11 қыркүйектегі Нью-Йоркте болған терактіге Ирактың қатысы бар дейді. Бірақ ақш бұған да дәлел ұсынбайды. Ал 2003 жылы наурыздың басында Джордж Буш Саддам Хусейннен 2 күнде елден кетуді талап етеді. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. Саддам әрине бұған көнбейді. Осылайша 2003 жылы 20 наурызда ақш Иракқа басып кіреді. Сөйтіп бір айда ақш, Британия, Австралия әскері Бағдадты алады. Ирак әскері қашып кетеді де қорғансыз қалған Саддам адам көзінен таса болып тығылады. Ел Саддам режимінің құлағанын тойлап, оның елдегі бүкіл ескерткішін құлата бастайды. Ал ақш әскері Саддамды және 2 ұлын іздеуге кіріседі. Америка Саддамды ұзақ іздейді. Оның қайда жасырынғанын айтқан адамға $25 миллион береміз дейді. Әр ұлының жасырынған жерін хабарлаған адамға $15 миллион беруге уәде етеді. Кейін ақш Саддамның 2 ұлын тауып көзін жояды. Осыдан соң Саддамның 2 ұлына жоқтау айтқан аудиосы тарайды. Бұл аудио оның әлі де тірі екенін білдіреді. Осыдан соң ақш Саддамның тығылған жерін айтқан адамға $30 миллион береміз және Америкаға алып кетеміз дейді. Оны іздеген кезде бейбіт тұрғындарда көз жұмады. ақштың арнайы өкілдері Саддамның көмекшісі және оққағары болған Мухаммед Аль-Муслид деген адамды іздеп тауып кепілге алады. Оған Саддамның жасырынған жерін айтсаң, өзіңді және отбасыңды ақшқа алып кетеміз дейді. Бұған сенген Аль-Муслид Саддамның жасырынған жерін айтып қояды. Саддам Ирактағы Әд-Дәуір ауылында тығылып жатады. ақш Аль-Муслидті де бұл ауылға алып келеді. Саддамның жасырынған жерін көрсетуді талап етеді. 2003 жылы 13 желтоқсанда Америка әскері Саддамның шағын жертөлеге қазып алып, сол жақта тығылып жатқанын анықтайды. Солдаттардың бірі жертөлеге бомба тастамақ болғанда, арғы жағынан ер адам қол көтеріп сыртқа шығады. Ол, мен Саддам Хусейн, Ирак президенті, келіссөз жүргізуге дайынмын дейді. Міне осылайша ақш Саддамды жердің астынан суырып алады. Ал 2003 жылы желтоқсанда Саддам Хусейн сот залынан бірақ шығады. Саддам 1982 жылы Шиттер ауылында 440-тан аса адамды өлтірді деп айыпталып, өлім жазасына кесіледі. 2006 жылы 30 желтоқсанда Саддамды дарға асады. Бұл сәттің видеосын әлемдегі белді телеарналар көрсетеді. Бірақ Саддам құлағанымен ақштың Иракта демократия орнатамыз деген мақсаты орындалмады. Бас партиясының мүшелері, Саддамның жақтастарының көбі ақштың басып кіргеніне тістерін қайрап, түрлі лаңкестік ұйымдардың қатарына қосылады. Біразы Әл-Қаида қатарына барады. Осылайша лаңкестік топтар Ирактағы ақш әскеріне қарсы соғыс ашады. Иракта лаңкестік әрекеттер көбейеді. 2004-2011 жылдардың арасында елде 100-ге жуық лаңкестік оқиға болады. 2010 жылы Саддамның қол астында болған әскерилерінің көбі Әл-Қаида құрамынан бөлініп шығып, Иракта жаңа мемлекет құрамыз дейді.
Бұл топ әлемді дүрліктірген Даиш лаңкестері еді. 2012-2013 жылдары Даиш басқа елдерден де адамдарды арбап қатарына қосады. Қазақстаннан да бұл топқа 100-ден аса адам барып қосылған. Мұның бәрі басқа видеоға арқа болатын тақырып. Ал Иракты 1960 жылдардан бастап басқарған Саддам елдің жағдайын жақсартты да кейін елді хаосқа, соғысқа батырды. Саддамды биліктен құтқарып, демократия орнатамыз деген ақш-тың да әрекетінен нәтиже шықпады. Иракта хаос күшейді. Лаңкестік ұйымдардың ордасына айналды. Даиш елдің біраз жерін басып алып, халифат құрамыз деді. Халықты қырды, қолына қару ұстатып, жаман оқиғаларға тартты. Кейін батыс елдері Даиш пен Әл-Қаида ұйымының қарқынын басты. Лаңкестік топтардың көбі Ирактан қашып, қалалар азат етілді. Қазір Иракта жағдай бұрынғыдан қарағанда тыныш. Бірақ ұзаққа созылған ойраннан халықта, елдің экономикасы да дұрыс еш жиған жоқ.